Салем достар, қалайсыздар? Біз уже семейный адамдар сияқты жұмыстарымызбен кетіп бара жатырмыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Арбатта адам көп екен. Қанымыз кетті, біз мұнда дайын тұтқа келдік достар. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Біз қандай екенбіз жүріп көрдік. Тамаша. Қандай? Жан, не дейсің? Кеше көрермендер. Кеше айтар, мыналар бірге прямойға кірмейді дейді. Хайп үшін еленгендер, ана Темірлан шешесімен тұрады, Темірлан қасында жоқ дейді. Сонымен, короче, екеуміз бірге тұрмайды екенбіз, хайп үшін еленіппіз ше. Құрметті көрермендер, Мадина прямой эфирінде осы жазған адам тауып алайықшы. Мен кеше құдаларымды апарып өткем ғой. Қайнағам бар, енем бар, сол кісілер тас жүргем. Сөйтіп Мәкен прямой эфирға кіріп қалса сондай әңгіме етіпті. Қумаңыздар, ондай адамдар бәрі болды олар. Что за красавчик? Баршаға сәлем. Жүрекшелеріне сәлем. Олғысының мамасы. Аягөз, привет. Біз келдік, яқта бәрі ертеңге пісіріп жатыр. Бауырсақ бар. Мұқты, мыналар қарсаңыз коктал деп аталады екен. Мен бірінші рет көріп тұрмын, бірінші рет жейін деп тұрмын. Қайным пісіріп қойыпты, біз келем дегенше. Көргенсің бе, Бекарса, Аягөз мұндай? Я в шоке. Я в шоке дейді. Аблайдың заказы негізі Аблай. Қайным айтып, пісіртіп. Мама, я? Я. Күшті, ғын. Жемейін бетіне қарап отыра бергім келеді ғой. Сонына пиццаңды пісіріп алам. Стол жасап келіпті. Пиццаңды пісіріп, қолдан пісіріп, біз заказ беріп жей саламыз ғой. Алматыда қолдан пісіріп, бізге дайындап беріп кетті. Рахмет. Қаяу салы бір ретте, ер көңілін кірлетте, ата-енеңді құрметте келе, құрметтеуді міндетте келе, ата-енеңді құрметте келе, құрметтеуді міндетте келе. Ей, келін, келін, ай келін, келек лағындай келем, ажар әсем көрікті, ақылына сай келін. Келін, келін, ай келін, келек лағындай келем, ажар әсем көрікті, ақылына сай келін. Әдебін, қызым десін бар елің, үзілмесін сәлемін. Келін, келін, ай келін, ақ батаға бай келін, жайнататын қабағын, қайнататын шайнегін. Келін, келін, ай келін, келіндікке сай келін, өзге үйде туалып, өз үйіңе келгенім. Мінекей Бақбақты ауылындағы ат қандай күшті. Мына жерде қышыға тұра жүрмін. Басы жетпей жатыр. Баласы жоқ па? Мә деп, не ол? Қой. Қой. Кеттік. Барлықтарыңызға
сәлем. Бүгін мені жоғалтып алған шығарсыздар. Мен деген жұмыстарымды бітіріп, жұмысымды істеп келіп, тілімде байланып қалды ғой. Шаршап үйге келдім, жатырмын. Қазір деген ужин дайындап жатырмын. Күшті нәрсе істеп жатырмын ғой. Қараңыздар, қандай маска. Маған арналған. Бүгін Алматының погодасы күшті болып тұр. Ағлан ағам етігін шешкен ғой деймін. Ағлан аға етігін шешсеңіз ба? Ауа райы күшті болып тұр ғой. Погода прям шикарная. Наверное, только я могу так сделать, проспать свою остановку и идти пешком. Ну ладно, погода классная.